Қайырлы күн баршаңызға, мен Едобер, достарым және оқырмандарым. Сіздерге мен бүгін өзімнің қуанышым туралы және ұлымның қуанышы туралы бөлісейін деп YouTube каналға шықтым. Біздің ұлымыз күреске барып жүрген еді. Бір айға жетпеді әлі барғанына. Сонымен жарысқа бардым. Жарыстан біздің ұлымыз екінші орынды алып келгені үшін біз қуантайық, әрі мотивация болсын деген мақсатта кафеге барып жуайық деп кафеге келдік. Біздің ауданымызда осылай бір отбасылық кішігірім кафеміз бар еді. Сол жерге келдік. Бұл кіреберіс жері екен, өте әдемі екен, бірақ қараңғы екен. Қараңғылау болады екен ішінде кірген жерінен бастап. Сонымен кіріп отырдық. Бұл жерде балалардың ойнайтын алаңы бар. Сол жерде балалар ойнап жатыр қазір. Сонымен мына жерде мен заказ берейін деп менюді алып қарап отырмын. Бірақ не берерімді нақты біле алмай. Сонымен жолдасымды шақырдым жаныма. Жолдасыма менюді көрсетейін деп көрсеттім. Сонымен екеуміз бірге таңдадық. Балалар жейтін заттарды алдық. Сонымен даяшыны шақырып заказ бердік. Бұл кафенің ерекшелігі осы ойнайтын жерінде ғана. Негізінде балалар көбінесе отбасылық адамдар келіп, осы жерге балаларын ойнатуға әкеледі екен. Адам өте көп болды, әрі кеше өзіміздің мереке болғандықтан да бір жағынан адамдар көп болды ма деп қоям. Өте адам көп болды. Мына жерде балаларымыз ойнап жатыр. Жалпы мына жерде мен екі ұлым және бір қызым бар. Бірінші ұлым 4-ші сынып оқиды, екінші ұлым 3-ші сынып оқиды. Ал қызым 2 жастан асты. Күлгін түсте ойнап жатыр. Қызым кішкентай сырғанақтың үстіне шығып жатыр. Жалпы біздің ойындарымыз балалардың дәл осылай өтті. Нере дауысын шығарып қойын десем, даусында біраз ақаулар бар екен, сондықтан дауысын шығармай, дауысын өшіріп тастап сіздерге ұсынып отырмын. Бүгінгі бір күніміздің өткенін жалпы. Мына жерде мен ұлым бір енді қуанышты болып жүр бір жағынан. Мына жерде бір мына ойыншықты, сары ойыншықты алып қайта құлатып ойнап жатыр. Бұл ойында бұл жерде көп достар тапты. Бір-бірімен танысып, бір-бірімен ойнаған жақсы, әрине, өздерімен ойнағанша.
екінші ұлым қарындасына қамқор. Қайта соның ыңғайын жасап құлап қалмасын деген ойда қарап жүреді. Палуан балам қайта құлатып, дауысы қатты шығады екен, мына екі матрас бір-біріне тиген кезде. Адамдар қайта шошып отырды. Батут жарылып қалды ма екен дегенде өзімізде. Сол музыка ойнап тұр негізінде мына жерде. Ол музыканы қояйын десем, музыкамен бірге ютубқа салайын десем, білесіздер, авторский права деп шығады. Бұл жерде мен бұл видеоны салғанымда себебі ютуб канал бастап жүргізіп жатқанынан бір күндік бір влог салайын дедім. Влог барлық адамдар салып жатқаннан кейін осылай балалардың ойнап жатқанын салайын деп салғаным бір жағынан. Және мен осы жерде бір ескі құрбымды көріп қалдым. Кафеде отырған кезімізде жанымызға келіп жайғасты. Біраз қарап отырмын, қарамайды. Сонымен өзім барып амандасып, жағдайын сұрап, онда кішкентай балдар бар еді, оларды алып келген екен. Осы жерде ойнап жүр ол балаларда. Және мына қызымның аузы ашылып жүр. Мына жерде балам мына бір балаларға күрес жайында ақпарат беріп үйретіп жатқан түрі. Соңында қошты кетер кезде қимай қоштасты енді балалар. Тағы да біраз қалшы, жүрші, үйретші деп. Мынау ма? Шашылып тұр ғой Wi-Fi. Бұл біздің қайтар жолымыз. Мына жерде аквариумде балықтарды қызымызға көрсетіп қайтып жатырмыз. Осы YouTube видеоның соңына дейін менімен болғаныңызға рахмет айтамын. Лайк басып жіберсеңіздер, комментарий жазсаңыздар қуанып қалар едім. Және де егерде тіркеліп кетсеңіз де қуанып қалар едім. Алдағы уақытта ауылымыздың жеңістері көп бола берсін. Бұда әрдайым
осылай қуанышты күнде осылай келіп тойлап бізде қайта берейік. Бұл кафенің аты Мадагаскар деген кафе болатын. Біз шықтық, мына әкесі дочасын алып шығып жатыр. Және жанында арбат бар еді, суретке түсіп алдық отбасымызбен, естелік болсын деген ойда. Мына чемпион баламызбен суретке түстім мен. Және мына жерде жаңағы көріп қалған құрбы досыммен суретке түсіп алдық. Рахмет.